Мен тоңдым. Мынау суық жалғаннан, ыстықтықтан жаураған, мынау қарлы өлкеде мұзға айналып қалмаған адамыз бар ма, айтмаған. Мынау қарлы өлкеде өлімі кімді қалмаған. Тұр жігітім, таң атты, күн шықты. Сен кімсің? Әлде періште, әлде адам? Қары қызымын. Қар қызы? Мынау сұп-суық өлкеде сыңсып ән салатын ару сен екенсің ғой. Иә, менмін. Сенің мұңлы әніңді жер бетінде тек мен ғана ести алатынды білесің бе? Тек мен ғана тыңдай аламын. Оны білмесем, іздеп келер ме едім? Көп іздедім ғой өзіңді, көп іздедім. Шаршатты мені. Айыртауда қар қызы бар екен. Қыста шаңылдардың арасында көзге көрінбей ән салып жүретін екен де, жазда жер асты сіңіп кетеді екен деген аңызды талай естісем де іштей иланбаушы едім. Енді міне өзіңді көріп отырмын. Қандай сұлусың. Қандай сұлу болсаң, сондай суықпын. Рас, суықсың. Неге солай екен? Мен адамдар мәңгілікке өкпелеткен. Адамдардың кім сонда? Қоңқайшыл. Ол адам емес, қоңқай ғой. Қоңқайлар да адам. Олар жастарды адастыру үшін жаратылған. Егер адамдар ең әуелі адасып алмаса, бірін-бірі әстеттеп таба алмас еді. Рас айтасың. Сені сол қоңқай шал адаспаймаса, сені ешқашан іздеп таба алмас едім. Егер сол шал болмаса, мен мәңгі бақи адасып, зар илеп, зар жұтып өтпес едім. Сен менің тілімді алсаң, қазір орныңнан тұр да, анау екі жолдасыңды ертіп қайтар. Олар қайда кетті? Қол аяғын сыдырған екеуі жер астына леп-лебеттеп барады. Мен дәл қазір орнынан тұрып кетсем, сені қайтып көре алмаспын. Сол жер асты еліне саған еріп менің де барғым келеді. Шын бақыт, шын махаббат, нағыз бостандық жер астында ғана. Мені сүйетінің рас болса, келе көрме бұл жаққа, келе көрме. Нағыз махаббат жер астында да жоқ. Тұр, егіле бермей еңсеңді көтер. Үсі кірған екі досыңды оят. Тұр.